Бастайын чарба. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Қазір мінекей Success Together жобаның маркетинг планын талқылаймыз. Енді әрине бізде 50-70% ақшадай төленеді. Бұл балдан емес, ол обороттан. Мысалы, қанша жоба жасады, мысалы, осы аптада бізде апталық төлену бар. Сонан кейін тікелей міндетті түрде сатып алса, біреу қазір сразу төленеді, бір мәрте ғана төленетін бар. Сондай. И айлығы бар. Айлық бізде бонус жизни деген. Соны қазір мен көрсетіп берейін бірінші. Ең біріншіден сізде тіркелесіздер. Орын аласыздар, өздеріңізге дүкен ашасыз. Ешқандай ақша төлеп керек жоқ бұл жерде. Содан кейін адамды шақыра бастайсыз. Адамдарға айтқаннан кейін, бұлар міне екі аяқ бинар болғаннан кейін, екі аяқ, иә, солға, оңға қарата адамдарды қоясыз, келген адамдарға. Олар да сілтеме алып, басқа қалада болсын, немесе өз қалаларында адам деген сілтеме алғаннан кейін соны тіркеледі. Енді бұл адам сатып алса, бізде пакеттер әртүрлі. Мінекей осындай өнімдер, осындай қораптың ішінде 30 талдан болады. Фитопрепараттар бар. Әрине жоба біздің жасап қойған 2 өнім аласың ба, 3 өнім аласың ба, 4-еу, 5-еу, жаңағы 8, 18, 25 өнім алуға болады. Әртүрлі бізде пакеттер. Міне пакеттерді көрсете кетейін сразу мына жақта. Міне мына жақта міне көрдіңіздер, осы өнімнің бәрі сіздер сатып алсаңыздар болады. Содан кейін мына кісі сатып алса, өзіне лайықты пакетті таңдайды. Ішінде әрине біз оған айтамыз, қандай пакет керек. Соны алған кезде мұнда ақша түседі. Тікелей. Мінекей $35, $45. Так. $75 бар. $100. И ең жоғарғы рефералка $250. Қараңызшы, мынау тікелей рефералкадан түсетін ақша. Қандай пакет аласың, соған байланысты осынша ақша түседі. Өте жақсы. Мысалы, егер бағасын айта кетсек, екі өнімнің бағасы қанша? Теңгемен 62 000 болады. 62 000 болады. Мен доллармен үйреніп қалдым да соны. Екі өнімнің, мысалы, бізде қалай? Екі қорап алсаңыз, екі қорап. Онда бағасы өзінің себестоимосты бір қораптық көбейеді. Ал 4-еу, 5-еу оптым алған сияқты көбірек алсаңыз, онда арзандайды бағасы. Сондықтан әр адам өзіне қарайды. 3 өнім алуға болады. 3 өнім алсаңыздар, мінекей 45. Мысалы, мына адам сіз шақырдыңыз, бірінші қатар келді, $45 түсті. Мына кісі өзіне, мысалы, 4-еу алды, $35. Әртүрлі. Мүмкін бұл кісі өзіне 5-6 өнім алады. Әртүрлі рефералка түседі. Мінекей, мен көрсеткен. Енді мына кісілерді арғарыта шақырады. Мына адам шақырады, мына адам шақырады. Сонда бүйтіп бинар мен 2 адамнан ғана көрсетем. Негізгі 2 аяқ, мына сол аяқ, оң аяқта қанша адам шақырады, соның бұл структура құралады кейін. Мынаны екінші қатар деп жазып қояйын мен, не? Мынау тікелей сіз шақырған 2 адам и мынадардың адамдары. 4 түрлі адам болады да, сіздің товарооборотыңызда. Үстен спонсордың адамы түсіп қалу, перелив деп айтады бұны. Соның адамдарының адамы болады, арғарта кете береді. Ол адамдарды уже танымайсыз. Тек қана өзіңіз тікелей шақырған адам тану мүмкін, и мынадарды. Содан оборот. Бізде бинарный бонус, бұл ең маңызды бинарный бонус. Бірінші бонус деп айтылады оны, бинарный бонус. Ол бізде қалай төленеді? Бинарный бонус. Бұл 10%-дан 20%-ға дейін төленеді. Енді көп компанияларда айтады, бізде осынша пайыз төленеді деп мысалы. Бірақ соны қарасаң, бұл балдан есептеледі. А бізде товарооборот қанша жасадың, сол сен товарообороттан тікелей ақшадай саған төлеп береді. Әрине бізде PV, CV деген есепке алынады. Себебі біз тек қана Қазақстанның компаниясы емес бұл. Бұл халықаралық болғаннан кейін бізде PV, CV ол commission volume. Ол единица, ол измерение. Қаншама мемлекет бар, бізде доллармен де жұмыс істейміз, біз рубльмен де, сондықтан
сөйтіп есептеледі. Енді біздің маркетплейс 200 мемлекеттен астам жерге жеткізеді қазір бірден. Біз соны жасадық жолын. Сондықтан қараңыздар, бұл қалай? Серебро деген күміс, серебро бұл бірінші квалификация. Содан кейін золото, платина и бриллиант. Арғата зеленый бриллиант, қара бриллиант кете береді квалификация. Бізге қазір адамдарға осыны көрсетсек жақсы да, осыған қалай шығу керек. Мысалы, серебро квалификацияға шығу үшін 1000 балл болу керек те, жаңағы PV, CV ол қандай жазғыдарыңыз келеді. Мысалы, мынау 2,5 балл. Қысқа аяқта қазір көрсетемін. 5000, 7,5 балл. 7,5 балл. Менше ветке. Қысқа аяқта дегенім бұл оборот 4 түрлі адаммен жиналады. Бұл жақтан, сол жақта, оң жақта. Бірінші сатып алған кезде сізге 14 балл жүреді, қараңыз. $45 төленді ме, 14 балл. Келесі повторный адам тағда өзіне сатып алатын болса, сол пакетті, мысал үшін, онда 70 балл беріледі. Бізде 90 балл бар, 150 балл бар, 200 балл берілетін бар, 500 балл, 800 балл берілетін бар, ең жоғарғы пакеттерде. Енді қараңыздар, бізде мысалы 5 өнім алсаң 200 балл беріледі. Оны да есепке алу керек та. 3 өнім алсаң 90 балл беріледі, 70 балл беріледі. Сондықтан әртүрлі пакеттің қаншама баллы соған байланысты. Ол ақшаға да байланысты, и пакеттің өзінің санына байланысты. Қанша қорап келеді соған. Енді қараңыздар, серебро, сол жаңа мен айтып кеткен, мына жерде 90 балл деп бүйтіп есептей берейін. 90 балл, 150 балл, 200 балл, 250 балл деп қазір жазып қойып. 250 балл, ой, 250 емес, 500 балл и 800 балл деген. Ол үлкен пакеттер. Мына үлкен пакет алса, осынша балл береді. Сол баллдар есептелінеді. Сол товар оборот жинақтырылады да, бәрі бір аптаның ішінде қанша жинады, содан есептеп, сол қысқа аяқтан төлеп бересіздер. Ал бірінші квалификация, енді бірінші серебро ғой, күміс. Күміске шықсаңыз, 1000 мына жағында. Ал егерде мына жағы өсіп кетіп, мына жақта 15.000 балл, мысал, мына жақта 2,5 балл болса, ол сіз уже күміске жеттіңіз. Қараңыз, алтын. Сонда мына 2,5 төлеп береді да, мынаның қалғаны 2,5-ды алып тастасаңыз бұл жерден. Онда 12,5 балл переход жасайды, сақталып тұрады. Келесі аптаға. Түсіндіңіз ғой? Келесі аптаға сақталып тұрады. Сен сұрағын қоя бересіз. Жоқ, түсініп отырмын бәрі шаруа. Мына өткенде мына сақталып қалады. Мына товар оборотта төлеп бересіз. Апта сайын төленеді. Апта сайын төленеді, ол бинар апта сайын төленеді. Ал мөнерудер, ол сен жаздың ба, бүгін қазір міне, қазір проплата өтті ме, қазір төленеді. Керек сразу. Содан кейін келесі айлығы бар да, $700 төлейтін, ол пенсия деп айтамыз, оны көрсетемін. Сол. И мынаған жету өте оңай, қараңыз, 200 балдан есептегенде, маған осы пакет жақсы ұнайды, мен бәріне осыны ұсынамын. Президентский пакет дейді, ол жерде 5 өнім келеді. 5 өнім алсаң, бұл арзан дейді бағасы. 2 өнім алсаң, қараңыз, 30-дан асып кетеді да, 30 мыңнан асып кетеді бір қорабы. Ал егерде сен 5 өнім алсаң, сенікі бір 20 мың айлана ма сонда? Айырмашылығы бар ма? Бар, 10 мың теңге разница. Конечно, ол сен зачем ол? Сен оны неге ақшаңды сен одан көбірек беру керексің? Сондықтан сен арзан алуға тырысасың. Енді біз үйреніп қаламыз, опыттан сатып алу. Сондықтан мына пакеттердің сол жақсы. Ол бір, екіншіден 200 балл беріледі. 70 баллдан қарағанда 200 балл жақсы ма? Одан кейін міне қараңыз, мысалы мен астында 5 адам тұр. 5-ші адамым жаңағы 200 балға жасайтын болса, жаңағы үстідегі 4-5 адамға да бәріне 200 балдан бара ма? Міне. Өте жақсы сұрақ міне. Мысалы келді, міне адам болды, бүйтіп кетті, мынау өзіне сатып алды. 200 балл кетті міне. Мынаған 200 балл. Мынаған 200 балл. Бәріне 200 балдан бар. Үстінде тұрған даже. Ол танымайтын, ол шақырмаған адам болса да, оған 200 балл бар. Но бизнес деген өте қолайлы екен, сондай кісілердің бәрі істесе. Мен мысалы мына адамды мынадар шақырған жоқ. Мынау шақырды мысалы. Ол алды да мына жерге қойды.
мынау сатып алды ма 200 балл бәрін. Сонда керемет екен ғой, сен 14 балдан алғанша 200 балдан жинап, жаңағы серебро, золото, платинаңды, бриллиантыңды жауып, тезірек жабасың, онан кейін сен арзан бағамен аласың. Өнімді. Одан кейін тағы да бір сұрақ. Сереброға қанша ақша төленеді? Золотоға қанша төленеді? Платинаға қанша төленеді? Бриллиантқа қанша төленеді? 12%-ға дейін. Алтын 15%-ға дейін. Платина 18% төленеді, и мынау 20%. 20% төленеді, өте керемет екен. Бриллиант. Енді қараңыз, 12%, мысалы 1000 балл болса, 12%-ын сен $120, $120 саған төлеп береді. Сонда 5-ақ адам покупка жасады, немесе 5 покупка. Ол 2 адам болуы мүмкін. Ол может өзіне 2 пакет алады. Иә? Семьясы үлкен, мысалы. Ол сатып алды, болды 5 покупкада сен күміске жетесің. Вот, ал бриллианттың несі 38 покупка, қараңыз. Мынаны. 38 покупка. 200 балдан есептесең, бриллиант бағындыратын сенің балың жабылады. Сондықтан бізде тез бриллиантқа шығу. Бір жылдың ішінде бізде 140 бриллиант болды ғой, біздің жобада. Бриллиантқа почти $2000-дан $3000-ға жуық төленеді, енді средний $2000 төленеді. $2000. Средний емес даже. $1 миллион теңге деңізші, былай қарасаңыз. $1 миллион теңге төленеді. Кім беріп отыр, былай қарасаңыз? Апта сайын алады. Апта сайын. Бриллиант 1 миллион алады, бриллиант 20 миллион алады. Ары қарай без разницы кете береді. Бұл ширинаға байланысты. Бұл деген жаңа қанша адам шақырасың, глубина кетті. Бұның қалай бізде несі бар? Шақыратын жерден адамдар шаршады. Бұрынғы сияқты сетевойда шаршады. Бізде робот бар. Бізде академия бар. Соған адамдарды кіргізіп, бұл деген жүйе. Сол жүйені бағындыра білсең, ол деген саған көмекші. Ертең қаншама адам сонда саған интернеттен келеді. Жақсы ғой? Жақсы. Тағы да бір сұрақ. Бізде жаңа мынау 2-2-ге болды. 2-2-ге бізге ай сайын берілетін пенсиямыз $100, иә? Жоқ, мен оны айтқан жоқ. Ол бонус жизни. Бонус жизни. Бұл да 2-2. $100. Мен қазір жазып қойын бірінші. Бонус жизни деп қойын. $300, 4-4. $500 и 5-5. $700, иә? Енді қараңыз, мұна 2-2, жаңа міне тікелей 2 адам шақырдыңыз ба? Міне. Олар да 2 адамнан шақырды, өздерінің ақшаларын тапты, иә? Әрқайсысы. Сонда мұна конфигурация 2-2 деп есептеледі, қараңыз. 2 адамды тікелей өзін шақырдың, и мұна адамдар да 2 адамнан шақырды. Бізге 5-1000 адам шақырсаң да өзің білесің. Бәрін оны интернеттен үйретеміз кейін. Ал егерде 3 адам шақырсаң, 3-ші адам мысалы мына жерге келді, мына первый линияңыз, иә? Мынау 2-ші қатар. 2-ші қатар деп қойып, мынау 3 адам шақырды. Мына жерде 3 адам мына. Мынау 3 адам мынаныкі. Мына 3 адам мынаныкі, мінекей, тікелей шақырған. И мынаныкі 3 адам. Сонда 3-3. Міне жабылды. $300 төлеп береді сізге. Ал егерде 5-5 жапсаңыз, 5 адамды тікелей сіз шақырып, соның астында әрқайсысы 5 адам. Енді қараңыз, ай сайын бұлар өздеріне алып тұрса, сізге пенсия ретінде $700 түсіп отырады. Бұл өте керемет, иә? Тағы бір, иә. Тағы бір стабильный. Тағы бір бонус қой. Бұл стабильный. Бұл пенсия. Кейінірек өзі жабылып отыратын нәрседе. Басында кішкене әрине әрекет жасап, шақырасың, кісілермен жұмыс істейсің, көрсетесің, қалай бұны ішу керек. Мен мысалы 22 килограмм салмағым кетті. Қазір өте тамаша. Өзім жақсы формадамын. Бұрынғы фотоларым бар. Мысалы қандай болғанын, иә? Көбісі өйтіп көрсете алмайды, мысалы, қанша өнім ішсе де. Біздің өнімдер жұмыс істейді. Ал енді келесі бонус, бұл жерде мынау түсінікті ғой, бонус жизни бөлек төленеді, айлық. Айына бір рет төленеді. Айына бір рет календарный ай жабылу керек болды. Айдың аяғына дейін. Түсінікті. Мынау апта сайын төленетін ақша, мынау тікелей. Тікелей, сразу. Сразу. Автомат түрде. Автомат түрде. Енді келесі бұл бонус поколение дейміз. Мен жазып қояйын, бонус. Так, мынау 3-ші дейтін бе? Мынау 2-ші бонус. Мынау 1-ші бонус болсын, мынау 4-ші бонус. Мен өзім сөйтіп есептеймін, негізі 17 бонусқа дейді. Мен қысқа нұсқа көрсетемін да. Жақсы осы бастамасын. Бонус поколение. Бұл 1-ші линиядан, 1-ші қатармен. Тікелей шақырғаннан 20% енді алып тұрасыз. Мысалы сіз, мен шақырдыңыз. Мен мысалы шақырып, товарооборот жасадым, өзім жұмыс істеп жатырмын. Осы аптада мысалы $500 түсті маған.
сіз мені шақырып үйреткен үшін енді апта сайын менің табысымнан сізге 20% түсіп отыр. маған қалтамнан емес, компания маған төлеп отыр төлейді сізге 20%. $500 $20 қанша болады? $100, иә? $100. $100 сізге түсті. Сіз енді маған көмектесесіз бе? Көмектесемін әрине. Былай да былай көмектесесіз. Ал еще мен неғұрлым ақшаны көбірек тапсам, 20% алып отырасыз. Келесі аптада мен $1000 алсам, сөйтіп көбейе берсе, менің еңбек ақым. Содан 20% түсіп отырады. Жақсы ғой? Өте керемет. Сіз и так көмектесесіз былайға. Конечно, көмектесесіз. А тут сізге ақшамен тағы да премия, иә, қалай көрсетеді? 20% үнемі алып отырасыз енді апта сайын. Дұрыс қой, сізді үйретіп, адамдарды қалай интернетпен жұмыс істеп, сол жақсы. Бонус поколение жақсы міне, бірінші қатардан аласыз, тек қана. Бірінші қатар. Өзіңіз тікелей шақырып. Астағы 2 адамнан. Соларды үйреніп, 2 адам емес. Қанша адам болды? Қанша адам? 1000 адам болса 1000 адам, е? 1000 адам, мынау первый линия болса, кете береді ғой, сол жаққа, оң жаққа қоя бересің. А ол бәрі интернеттен үйретеміз. Қанша адам келеді, соны тіркей бересің. Мен 20%-ді бір адамнан аламын ба, или бәрінен аламын ба? Бәрін общий там оборотдан, бірінші қатардан. Жоқ, обороттан емес. Бірінші линиядан. Бірінші қатар қанша адам? 10 адам шақырды осы айда. Олар жұмыс істеп кетті. Сіз енді онымен шектеп қалмайсыз ғой. Ары қарата шақырасыз. Ары қарата 15 адам болады, соң 20 адам көбейе береді. Бірінші қатар. Тікелей сізге келген. Сол адамдар жұмыс істеп кетсе, солардың еңбек ақысынан сізге 20%. Үкімет төлеп отырады, ой, компания төлеп отырады. Үкімет төлемейді. Жоқ, компания төлеп отырады. Үкіметке үйреніп қалған. Келесі бонус. Бонус поколение. Осы бонусты мен өте жақсы көремін. Жаңа бонус поколение болды 4-ші. Ой, бонус мына 4-ші поколение емес, бонус наставничество. Бонус наставничество. Мен шатасып қалдым. Наставничество. Наставничество деген енді как наставник, ана үйретесің соған төлейді. А бонус поколение деген бұл алтыннан басталады. Золото, платина и бриллиант. Бонус поколение. Мысалы, сіз платинаны бағындырдыңыз. Квалификация платина, иә? Мен астында тұрып бриллиантты озып кеттім. Мысалы, бұл жақсы. Сіз 3 поколение аласыз. Алтын 2 поколение төленеді. Платина 3 поколение. Бриллиант 4 поколение. Сіз золото 2 поколение? Иә. Сіз платинаны бағындырдыңыз. Қанша поколение аласыз? Золотаны бағындырсам ба 2 поколение? Жоқ, поколение. Платина. Платина 3 поколение. 3 поколение. Вот қараңыз енді. 3 поколение қалай төленеді? Мен бірінші поколение. Мен жұмыс істейтін адам. Мысалы, мен не қыламын? Мен бриллиантты бағындырдым дейік. Бриллианттың еңбек ақысы бинардан таза, енді 7,5 болса, $1,500. $1,500 сізге енді қараңыз, мінекей, 10% төленеді. 10% 4-ші поколение. Витокер, сейчас на русском языке тоже, сейчас на казахском, потом на русском краткий сделаем сейчас. На русском же есть он? На русском есть. Енді қараңыз, бұл 10% төленеді. Поколение мен уровеньді көбісі шатастырады да, мысалы. Көп компанияларда 5 поколение бар, 7 поколение емес уровень. 7, 9, 11, 15 мен онда көрдім. Компрессияда бар, бірақ төмен жақтан ала алмайды. Бізде төмен жақтан структура өседі ертең. Қаншама кетеді адамға. Бірінші қатар, екінші қатар кете береді, 100-ші, 500-ші да кетіп қалады. Бірнеше жылдан кейін, мысалы. Астынан лидерлер өсе ме? Өседі, сен білмей қаласың, лидер шығатын. Сондықтан қараңыз, мен 4 поколение алуға тырысу керек, бриллиант жабу. А ол сен екі жақтың очередь потребительский жасасаң, мысалы, адамдар өз үшін алатындар. Дүкенге барып сатып алады ғой сол сияқты. Болды сенің автомат түрде бриллиант жабып отыр кейін. Басында автомат түрде жабылмайды енді, пока сен істейсің кішкене. Бірақ тез шығып алуға болады да квалификация бізде. 7,5 деген 38 покупка түк емес. Түк емес вообще. Түк емес, ол может 20 адам. Может быть 38 адам, не мысалы. 38 адам. 38 адам, тағы да бір сұрақ. 38 адам 200 балдықпен ба или 200 балмен? 200 балмен. Есептеңіз. Не, 200 балмен вообще. Где-то 7600 солай болады, иә? 7600 болады. А бізге 7,5 керек. Міне, бақ. Пожалуйста, жауып отырады. Адамды соған үйретіп қойсақ, әртүрлі бізде өнімдер. Сондықтан алып отырады. Просто көп адамдар компанияда жетістікке жете алмай жүргені осыны түсіндірмей жүрген ғой міне. Түсіндіріп маркетингті баланы дұрыс білмегендіктен Жоқ, одан емес. Маркетинг білгеннен адам өспейді емес. Енді адам мына жаңағы системада жұмыс істемейді.
жоқ ана жаңағыдай қарашы көбі например 14 балл ғана түсіріп қана жүр например. Неге кісілерге түсіндіріп 200 баллдан сауда жасаған жақсы ғой. Зато жоқ 14 балдан ол тікелей келген адамнан міндетті түрде сен по-любому ол мынау түседі. Бірінші покупкасынан. Повторный покупкада мына 200 балл. тұрса керек. 200 балл. Оған экономды көрсету керек. Арзанды. Енді кісіге де жақсы арзан түсіп қалса. Арзанды көрсету керек и көп балл береді. Сонда адам түсіне бастайды. Енді адамға да қарасаңыз бір коробканы 30 мың теңгеге алғанша лучше 3-4 коробканы жаңағыдай 20-22 мың теңгеден алған жақсы ғой. Сол үшін көрдіңіздер, керек қой оның 8 мың теңге арзан. 8 мың теңгеге Ол арзан. ақша ғой. Ақша. Әр қора. Әр қора. 10 қорап болса 80 мың теңге. Ол 5 болады. Ал 10 қорап болса 80 мың теңге былай. 5-ті 8-ге көбейтсең, жоқ, 5 коробканы айтып отыр. 40 мың теңге. 40 мың теңге бір пакеттен айырмашылығы. 2 аласың ба? Немесе 5 аласың ба? 40 мың теңге айырмашылығы. Қалтаңда қалып тұр. Өте жақсы. Пожалуйста. Екі аяқ іш. Есептеу керек, оны қарап көрсету керек. Сондықтан мына поколениеде мына жерде ең үлкен ақша жатыр. Осы жерде $1 миллион жатыр ақша. Мынаның чегі жоқ. Мына жерде бинарда ограничение болса, мысалы аптасына біз $20 мың төлемейміз. Сонда 4 апта, 4,5 апта болса $80-90 мың бинардан төлемейміз. Көп компанияларда 5 мың төлемейміз. 10 мың төлемейміз ары кетсе. Бізде ғана 20 мың. Потому что одан артық төлей алмайды компания. 50% деп отырғаным жаңа, соны есептеу керек та. 50%-дан артық төлеп қажет жоқ. Бізде акция кезде 70%-ға төлейді. Компания өзіне қалтыру керек. Заводтар салынып жатыр қазір, иә? Бізде Қазақстанда 3 завод салынады. Ресейде 2 завод тұр, тағы салынады онда. Европада бір заводымыз бар бізде, Австралия, Америкада, иә? Оның бәрі не үшін жасалып жатыр? Бүткіл әлемге жеткізу үшін. Оны да айта кетейін. Сондықтан мінекей, мына бонус поколение деген бұл былай төленеді. Мысалы 20% алдыңыз ғой менен. Иә? Енді сіз платина болғаннан кейін менен как бірінші поколениені тағы 10% аласыз. Сонда менен в общем былай санағанда 30% төленеді. Менің еңбегім. Өте керек. Қалай көмектеспейсіз сіз? Былай көмектесесіз, потому что кейін мен квалификациям да өсіп отырса, менің ақшам көбейіп отырса, сіз 30% міндетті түрде апта сайын алып отырсыз. Өте керек. Жақсы ғой? Жақсы. Енді мен ары қарай шақырған адамдар, мысалы, мен айтайын, мынау мен бірінші поколение болайын сізге, ал мына жерде 10-шы уровеньда, 10-шы уровеньға дейін клиенттер. Арасында лидер жоқ, жұмыс істемей, жай ғана өздері үшін алып отыр. Ал 10-шы уровеньда бір лидер шықты, жұмыс істейді. Сол как екінші поколение болып есептеледі. Компрессия бүйтіп өседі де қасыңызға барып, менің қасымда тұрған сияқты. Ол екінші поколение болып сізге есептеледі. Түсіндіңіз бе? Соның еңбек ақысына 10% төленеді. Ал ол лидер болса, оның доходы бар, соның доходына сізге 10% тағы төленеді. Енді үшінші поколенияны алу керек қой сізге. Үшінші поколение қайдан табасың? Ол мына 10-шы уровеньдағы адам лидер ғой, ол екінші поколение болды. Ал может быть 50-ші қатарда сізде лидер туды тағы. Арасында лидер жоқ. Мысалы, просто потребитель. Жай ғана өздері үшін алады, оларға бизнес қажет жоқ, өнім ұнайды, сайын өздері алып отырады. 3 айда бірез алады, жарты жылда бірез алады, өздері. Мысалы, өздері біледі. Мысалы, сіз мына 50-ші қатардағы адамның еңбек ақысына как 3-ші поколениені тағы 10% аласыз. Сонда қараңызшы, сіз сол 3 поколенияны түгел барлығына еңбек ақысына. А сізде бір-ақ ветке емес, шарыққан емес. Сізде может 5 адам қазір жұмыс істеп жатыр. Это 5 веткадан кетеді бүйтіп. Активный. 7, енді басында. Содан кейін 10. Содан кейін мынау ширина үлкейгеннен кейін қанша адам сізге келеді ғой. Соған әр қайсының веткасы болады. Содан 4 поколение кейін алып отырсыз. Қазір мен 3 поколение көрсеттім ғой, мысалы үшін. Ал 4 поколение аласыз. Ең үлкен ақша сонда мына жерде жатыр. Мынада шек жоқ. Қанша еңбек жасайсың, ширина, глубина, география. Бізде барлығы бар. Бұған жұмыс істеуге, қанша еңбек алам десең, біздің президент бүйтіп айтты. Бұл жерде $1 миллион мысалы апта сайын алуға мүмкіндіктеріміз бар дейді. Мен әрине басында сенгем жоқ. Мен ойладым, бір айлық $1 миллион даже басыма кіріп шықпайды деймін. Көрмедім да бұндай адамдарды. А қазір менің көзім жетіп отыр. Бұндай маркетингпен шыға аламыз. Себебі бізде барлығы бар, заводтар бар. Бізде жеткізетін жолы бар, 200 метрден астам жерге жеткіземіз. Өнімдер өте керемет жұмыс жасайды. Пакеттер әртүрлі, бағыттар әртүрлі. Бізде енді Қазақстанда 3 завод ашылды, өздеріңіз ойлағанда.
иә, не үшін ашылады? Қазір кризис, иә, дағдарыс, мысалы қаншама мемлекеттермен соғысып та жатыр, неше түрлі жағдай болып жатыр, жеткізу жолы қиындап кетті, салық көтеріліп жатыр. Соған қарамастан біз көрдіңіз бе, парадигма дейді, біз өзгеріске қалай, дағдарысқа қалай кірісіп жұмыс бастап кеттік та, өте жақсы. Маған сол ұнайды да, и мынаның маркетинг өте лайықты жасалған, өте керемет жасалған, ақша көп бұл жерде. Қанша тапқың келеді, енді өзіңе байланысты. Қанша адам шақырасың? Ал жерден шақыра алмағаннан кейін біз қазір интернеттен үйретеміз, бізде жүйеміз бар, соған адамдарды кіргіземіз, адамдар соған үйреніп, барлығы кім звондап жатыр? Что-то наоборот, на жақта жүрші. Сондықтан міне қысқа нұсқа. Содан кейін 2%, міне бриллиант болғаннан кейін 2% әлемнің оборотының товар обороты. Мировой товар обороты, не? 2% сізге Тағы да төлейсіз. бриллиант тағы да төлеп отыр. Тағы бір Бриллиант болсаңыз, иә? Бриллиант болсаңыз сізге төленіп отыр. 2%. Өте жақсы. Ол басында әзірше енді товар обороты сондай керемет болған жоқ. Бірақ біз уже міне 40 миллионнан асты біздің товар обороты. Иә. 27 миллион төленіп қойды ғой. Жартысы, мысалы 50 миллион болса, соның жартысы Теңгемен ме, доллармен ме? Доллармен уже партнерларға төлеп отыр. Бізде бір жылдың ішінде мысалы компанияда жаңа 140 бриллиант болды, бағындар деген жоғары квалификацияны, и доходтары $1000 бастап 2,5 миллион долларға табыс. Өте керемет. Бастаған жобаға бұндай жоба жоқ. Өстіп бастап бірден өстіп осынша табысқа шыққан мен әлі көрмеп жүрмін. Барлығы айтады, бізде керемет табыс, анамна, біз оны реально көрсете аламыз да. Сондықтан міне, сіздерге, пожалуйста, бір адам сатып алса, өзіне мінекей $200 тікелей сразу міндетті түрде түседі. $750 сатып аласың, ең үлкен пакет мысалы, $250 саған түседі. Сонда есептеңіз, қанша пайыз төленеді? Есептегі өте оп-оңай, $750? Иә, $700 сатып алсаң, $750-ға 18 өнім келеді, 18 қорап. 18 продукция. Оптом аласың ғой, арзандайды бағасы. Ол бір. Екіншіден сізге дүкен $250 төлеп береді. $250 төлеп береді? Қанша пайыз болады сонда? 30% ба? $250 сосын $500, получается $500 сатып аласың 18 продукцияны. Жоқ, рефералка сонда 30%. 30%. Солай есеп. Өте керемет, Міне, осы қысқа нұсқа осындай міне. Все, рахмет Шарбаға. Алла разы болсын. Жоқ, сұрақ жоқ, бәрі четкий түсінікті, бәрі Осыны түсініп алсаңыз, мінекей мына. Мынау 2-2 ғана, достар. Мынау 2-2 ғана. 2-2, а былай 3-3, 4-4, 5-5-ке дейін жабыла бергенге болады, достар. Қаншама адам шақыруға болады да. Тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, біз Zoom обученияға шығып, мен Шарбағамды попросит, бұл кісі уақытын бөліп, бұл кісі менің менеджерім ғой, бұл кісі әрқашан көмектесіп жүреді. Сол үшін қай уақытта десеңіздер, түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, соны шешетін боламыз. Рахмет Шарбаға, Алла разы болсын.